Ақтауда бизнес орталығының 3-ші қабатынан заңсыз намазхана ашқандар анықталды. Облыстық экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы рұқсатсыз жамағатты жиып алып, діни жоралғы өткізіп жатқандардың үстінен түсті. Заңсыз ұйымдастырылған жұма намазға жиналғандар құдай қонақтарды күтпесе керек абдырап қалды. Бірақ заң өкілдері саспады. Жиналғандарды жіпке тізіп құжаттарын тексерді. Нәтижесінде өзге өңірден келген азаматтар да анықталды. Сондай-ақ полиция дін тану сараптамасынан өтпеген діни кітаптарды да тәркіледі. 102 желісіне намаз оқитын тұлғалардың жиналып жатқандығы туралы хабарлама түскен болатын. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабына сәйкес, яғни Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзған үшін аталған мекеменің басшысына және де жұма намазын өткізіп имамдыққа шыққан тұлғаға әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар аталған мекенжай бойынша 20-ға жуық діни мазмұндағы әдебиеттер тәркіленді. Қазіргі таңда құжаттар толықтай жиналып әкімшілік сотқа жолданды.